Біздер яғни экожер және табиғи орта қауымдастықтарының өкілдері қоғамдық бақылау жасау мақсатында қоғамдық комиссия құрғанбыз тәуелсіз сарапшылар ретінде. Және біздегі бар мәлімет бойынша соңғы кездері, соңғы күндері Қаракөл көлінде құстар ашықта қырылып жатыр деген сондай ақпарат бар, яғни әлеуметтік желілерде жүрген. Осыған байланысты айтады, бұл жерде құстарды тамақтаудың, жемдеудің қажеті жоқ. Себебі оларға табиғи жағдайда өлшем көмегі жеткілікті. Бұған дәлел ретінде осы Қаракөл көлінде тұрақты түрде жыл сайын кемінде 10-15 мың аққу қыстайды. Оның үстіне егер де солтүстікте орналасқан Тюлень аралдарында мұз қатқан жағдайда, сондай кездерде сол жақтың құстары Қаракөлге келіп, мұз қатпайтын Қаракөлге келіп, сол жерде демалады. Яғни осыдан 2 күн бұрын Астанадан келген орнитолог маман Қаракөл көлінде 43.600-дей аққу санаған болатын. Бұл деген құстарға бұндай қосымша тамақтану ұйымдастыру қажет емес деген сөз. Сондықтан және осы құс тұмауы өршіп тұрғаннан кейін бұл жерге барудан бас тартуға шақырамын бүкіл халықты. Мен де толықтырып өткім келеді, әріптестерді жаңа сұрақ қойылған еді, неге тек қана аққу, көбінесе 90%, және неге тек қана Қаракөлде өліп жатыр деген құс тұмауынан. Біріншіден, аққу құсы басқа құстармен салыстырғанда аққудың иммунитеті құс тұмауына әлсіздеу болып келеді. Яғни олар тезірек ауырады басқа құстармен салыстырғанда. Оның ішінде алдында айтылып кеткендей, көбінесе балапандар, яғни оларда әлі иммунитет қалыптаспаған болғандықтан. Ол біздің кәдімгі сыбайлас аққуға қатысты. Ал оңтүстік жақта, яғни Австралия құрылымында мекендейтін қара аққу, ол құста мүлдем құс тұмауына иммунитет жоқ. Яғни оларға жұқтырылса, олар 100% барлығы өледі деген сөз. Және неге тек қана Қаракөлде табылып жатыр деген сұрақ. Бұл жерде тек қана Қаракөлдің үстінен мысалы мониторинг жүргізіліп келе жатыр. Сол 21-ші желтоқсаннан бастап. Мысалы, осы Каспий теңізінің жағалауында, осы Маңғыстау облысының шеңберінде ешқандай басқа жерлерде ондай мониторинг жүргізіліп жатқан жоқ қазіргі таңда. Енді осы қаңтар айының ішінде Алматыдан 2 білікті орнитолог маман келеді деп күтілуде, Федоров және Виктория Капшат. Олар арнайы осы құс тұмауына байланысты емес, олар жыл сайын 10 жылдан астам уақыт бойы мониторинг жүргізіп отыр. Яғни солардың нақты мәлімет алуға болатын шығар деп ойлаймын. Мүмкін Тюлень аралдарында, мүмкін құрық жақта, мүмкін кендірді шығанағында өліп жатқан аққулар бар шығар. Оны біз қазір нақты айта алмаймыз. Және Рексистің ағып жатқан төгінді сулардан ауыру шығатын шығар деген пікірдер бар. Егер де ол олай болатын болса, неге тек қана аққу өледі? Онда басқа да құстар өлу керек еді ғой. Және тек қана құстар емес, беністік организм деген ұғым бар. Яғни олар судың түбінде мекендейтін ұсақ шаянтәрізділер, жәндіктер, ұсақ организмдер. Олар кез келген су айдынының экологиялық тазалығының индикаторы болып табылады. Солар мысалы өлетін болса, яғни су буланатын болса, олар бірінші кезекте өлу керек. Олар өлетін болса, ол жердегі аққулар қорексіз қалады. Олар қорек жоқ жерге 43 мың аққу келмейді. Және ол 43 мың аққу қазіргі таңда бар деп айта алмаймын. Олар мысалы таңертең 43 мың аққу болса, түсіне кейін шықса, олар жартысы уже басқа жаққа ұшып кетуі мүмкін. Тюлень аралдарына қайтып кетуі мүмкін. Түнде мысалы басқа да құстар келуі мүмкін. Олар осындай бір процесс, яғни өзгеріп тұрады. Мысалы неге тек қана Рексисқа төгін су құюға рұқсат берілді деп отыр. Мысалы, Рексистің басқа көптеген 50 шақты демалыс базалары бар ғой. Мен өз ойым, тәуелсіз сарапшы ретінде өз басым қарсымын Рексисқа да сондай төгін су рұқсат беруге.
бірақ заңнама аясында бұл заказник болғандықтан, яғни қаумал болғандықтан, бұл жерде ондай заң бойынша шектеу жоқ. Яғни бермейміз деп ешкім айта алмайды, одан ұсыныс түскеннен кейін. Және қазіргі таңда мына кәсіпкерлік кодекс деген бар, олар кәсіпкерлердің құқығын өте жақсы қорғап тұрған кодекс. Сондықтан менің ұсынысым тәуелсіз сарапшы ретінде Қаракөл көлін қаумал жаңағы статусы бар ғой, несі дәрежесі, бұл статусын жоғарылату керек. Яғни қазіргі таңда статус қаумал статусы ол жер олардың елінде емес, ерекше қорғалатын тарихи аумақ деп саналғанымен, бұл жердің иесі басқа, мысалы әкімдік болуы мүмкін, немесе жер пайдаланушылар болуы мүмкін. Ал оның жаңағы қорғауын қатаңдату үшін бұл жерде мысалы резерват немесе табиғи парк статус берілу керек деп ойлаймын. Жергілікті болсын немесе республикалық деңгейде болсын. Сонда ғана бұл жерде ешқандай төгінді су құюға немесе басқа да бір әрекеттер жасауға, бұл жерге баруға да кез келген адамның заңды түрде шектеу қойылатын болады. Бұл жерде менде толықтырып өтсем бола ма? Құс тұмауы ол тек қана биыл емес, ол жылда байқалады. Ол құс тұмауы болғандықтан ол мысалы құс тұмауын қателеспесем өткен ғасырдың орталарында алғашқы анықтаған. Яғни ол табиғи ауру болып есептеледі құстардың арасында. Иммунитеті әлсіз, соған мысалы сол аурудан ауыратын болады. Мысалы оба ауруы да дәл солай, ол табиғи очақтары бар өздерінің. Біздің Маңғыстау облысы оба ауруының очағы жатады, және онымен көбінесе үлкен құмырсқа ауырады. Сондықтан оның санын реттеп тұрады. Яғни бұл жерде де құс тұмауы тек қана биылдан әкелді деп айтуға болмайды. Былтыр мысалы нақты былтырда осындай фактілер болған, бірақ бұндай массалы болмаған еді. Енді ол массалы болғанына мен ойлаймын, кешегі орнитологтар санап өтті, 43.600 құс бір күннің ішінде санаған, 43.600 аққу. Яғни аққудың саны көбейген сайын оның пайыздық өлшемінде үлкен болып есептеледі ғой. Және бұл жерде құс тұмауы вирусы барлық құстарда кездеседі организмде. Тек қана әлсіреген құстарда ол иммунитет әлсіз болса ғана сол аурумен ауырады. Мысалы адамда туберкулез таяқшасы барлық адамда бар, бірақ барлық адамдар оның ауырмайды. Тек қана кімнің иммунитеті әлсірейді, сондай адамдар ауырады.